елім жұртым, менің сіздерге айтатын арызым бар. Енді арызымды сотқа да айтқан кезінде ашынғанда шығады, ашы даусым деп айтады ғой. Енді сол ұқсап мен ашынып тұрған жағдайым бар. Сотқа барып шешім таппадым. Сол шешім табам деп жүргенде мен Наймантаева Гүлбаршын Түркістан қаласының тұрғынымын. Осы қалада туып өскенмін. Менің әпшем Наймантаева Ақмарал осы жерді кадастровый номері 19-307-044-499 бұрынғы Түркістан қаласы Отырар мөлтек ауданы 2-ші квартал 1-ші көше 39-ші телім, қазіргі таңда 300-ші көше 39-ші телім. Осы маған сыйға берген 5 майда 2010 жылы. Содан мен осы жерді 7 май 2010-да Юстиция әділет басқармасына бар тіркегенмін. Осы 2010-ның 7 майынан бастап мен атымда тіркеулі тұр. Осы жылдан бері мен осы жердің налогын төлеп келемін. Төлеген квитанцияларым бар. 2018 жылдың жаз мезгілінде жерді көруге келгенімде белгісіз адам құрылыс жүргізіп кеткенін көрдім. Оны таппай біраз жүрдім. Мен құрылыс жүргізген адамды таба алмай жүргенімде документтермен барған кадастрда басқада да ешқандай мәлімет бермеді. Сосын мен осындай келеңсіз жағдай орын алғаннан кейін заң орнына жүгіндім. Менің жазған арызым бойынша сот отырысын 5 сентябрьға 18 жылға тағайындаған болатын. Бірақ сот отырысы 4 айға созылып кетті. Себебі менің жеріме құрылыс жүргізген азаматтың қолында тек қана купля-продажасы ғана болды. Басқа ештеңе болған жоқ. Өздеріңіз білетіндей, жерді сатып алған кезде сатып алушының қолында әкімнің шешімі, госакт, договор купли-продажи және осылардың барлығын әділет басқармасына, юстицияға тіркеп барып құрылыс жүргізу керек. Ол кезде Ешматовтың қолында тек қана купля-продажа құжаты болған. Басқа да құжаттары болған жоқ. Мен арыз берген кезде сотқа барлық құжаттарымды, мен өзімнің атынан арыз берген кезімде сотқа барлық құжаттарымды тапсырған. Айтып кететін болсам, осы меншік иесі туралы мәлімет юстицияға тіркелген 7 май 2010-да. Мына госакты, мына 19-307-044-499. Одан қазіргі нақтылау, мынау адресный регистр бұрынғы 300-ші көше 39-ші телім, осы мен айтып кеткен кадастр номермен тіркелген, міне 19-307-044-499. Бұны мақұлдайтын міне анықтама бар. Бұл анықтама 2013 жылы біздің мекенжай тіркеліме ақпарат жүйесіне енгізіліп, бөлім бастығы Радженовтың қолы қойылып, базаға енген. Мен базада қазіргі кезге дейін менің атымда тіркеулі тұр осы құжаттардың барлығы. Мынау әпшемнің сыйға берген келісім шарты. Одан мына госакты, мына осы госакты номері осы 39-ші телімге тіркеліп тұр. Мына сыйға берген документ. Ал осы жерді құрылыс жүргізген Ешматовтың адвокаты құжаттарды уақытылы әкелмеген себептен сот 4 айға созылды. Осы уақыт аралығында Ешматовтың өткізген құжаттарында айдан ашық 300-ші көше 35-ші үй деп көрсетілген. Мен осы жайды айтып сотқа қайта талап арыз жазғаннан кейін ол Ешматов бұрынғы 300-ші көше 35-ші үйге алған кадастровый номермен 21 желтоқсанда жаңадан 300-ші көше 39-ші үйге госакт әкеліп өткізген. Ал сатып алған жері 300-ші көше 35-ші үй. 2 үй жоғары. Менің кадастровый номерім 19-307-044-499. Ықшам сызбаға сәйкес 300-ші көше 39-ші телімге белгіленген. Адресный регистрда солай жазылу тұр. Енді осыдан туындайтын сұрақ. Жазда алған жер теліміне Ешматов декабрьде госакт әкеліп өткізеді. Екінші сұрақ. Менің жерімнің номері тіркелген 300-ші көше 39-ші телім. Ешматовтың сатып алған жері 300-ші көше 35-ші телім. Ол қалай менің жеріме келеді? 35 пен 39-ның аралығында қанша жер телімі бар? Ол қалай сотқа барып, ол қалай осының барлығына документті туырлаған?
сотқа барып әділ шешімін табамын деген кезде жемқорлық па, басқа да белгісіз жағдайлар ма білмеймін. Менің қолымда құжаттар бола тұра сот үкімін Ешматовтың пайдасына шығарды. Мен сот үкімімен қарсымын. Мен сот үкіміне қарсымын, қолдамаймын, толық келіспеймін. Себебі өздеріңіз білетіндей, кім бірінші сатып алды, кім бірінші юстицияға тіркелді, кімнің документі оригинал, кім налогын төлеген, сол адамға тиесілі болады. Ендігі сұрақ, 35-ші жер телімін сатып алған адам 39-ші жер телімін қалай алады? Менің осы құжат, осы айтып атқан мәліметтердің барлығын дәлелдейтін соттағы алған бейне таспам бар. Одан соттағы бүкіл іс қағаздары, Ешматовтың кадастровый қағаздары, сосын өзімнің де өткізген қағаздарын барлығын осы редакцияға өткізген, өзімде оригиналдар өзімде сақтаулы тұр. Сосын тағы бір айтып кетерім, осы документтердің түп нұсқасының бәрі нотариустың бәрінде сақталып, юстицияда тіркеліп қойған. Базаға еніп 39 номерде мен тұрмын. Мен Ешматов құсап 35-ші жер телімін алып, оны қайтадан шимайлап 39-ға өткізіп, одан 35-ке алған қосақтыны қайтадан 39-ға турлаған жоқпын. Сіздерден әділ шешімін күтемін. Әлде де осы Түркістан қаласының прокуроры, сіз осы іске өзіңіз жеке қолыңызға алып қадағалайды деп сенемін. Егер де осыдан әділ шешімін таппаса, мен әлде де жоғары жаққа Назарбаевқа хат жазуға мәжбүр боламын. Мен ойлайтын бүкіл дүние жүзі бойынша тек қана сот әділ болады, біздің Қазақстанда неге Назарбаевқа хат жазады деп. Сөйтсем, ол келеңсіз жағдайлар ортада көп болады екен. Сол себепті Түркістан қаласының атына кір келмеудің мақсатында мен осы қаланың прокурорынан, қаланың әкімінен және де осындай заң орындарынан осы істің әділ болуын қадағалауын сұранамын. Және де осындай келеңсіз жағдай алмас үшін осындай қылмысқа барып отқан азаматтардың барлығын жауапқа тартылуын сұранамын.